YouTube арман мақсаттарына жеткізетін платформа, бірақ бұлар дайын бола бермейді, себебі оны дамыту қиынның қиыны. Бірақ көбі сүйікті ісі деп қарастырса, біреуі жұмыс ретінде қарайды. Ал бүгінгі топтағы ютуберлер әртүрлі себептермен каналдарын тастады. Сендермен бірге топ тайм сарнасы. Бүгінгі видеода топ 5 ютубты тастаған ютуберлерді айтатын боламыз. 5-ші орын Әскербек шоу. Қазақ ютубында алғаш рет өте мықты контент әкелген. Әрине 2017 жылы қазақ ютубы енді дамып жатырған кез еді. Солардың арасында өте қарқынды дамып, қызықты ақпараттармен бөлісетін. Мен өзімде бұл каналды қарайтынмын, бірақ та актив құлап, каналды тастап кетті. Уже соңғы видеосына 3 жыл өтіпті. Бірақ сообществосына қарасам, 3 ай бұрын мен оралдым деген пост шығарған болатын. Сол жазғаннан кейін жоғалып кетті. Мүмкін ютубқа келіп те қалатын болар. Инстаграмына кірсем, жақында үйленіпті. Құттықтаймыз әрине. Қазір каналында почти 79 мың подписчик бар. Егер сол кезде тоқтатпағанда миллион подписчикті болатын еді. 4-ші орын Расул 777. Бұл ютуберді почти барлық СНГ фрифайщиктері таниды. Себебі оның хайлайттарын СНГ ютуберлері қарап, оның монтажын мақтаған болатын. Шынымен де монтажы жақсы, тек видеоның бас жақтарына әдемілеп монтаж жасап, соңғы жақтарында көп күш жұмсамайды. Осы сөзімді хейт деп қабылдамаңдар. Оны даже басқа ютуберлерде айтқан болатын. Бұл канал өте тез қарқынмен дамыған. Есімде ол көп стрим жасап тұратын. Мен 30 мың подписчик болғанда қарай бастағанмын. Сөйтіп туылған күнінде 100 мың подписчикқа жеткен болатын. Оның видеолары миллионнан аса қаралым жинаған еді, бірақ канал жабылып қалған. Ол жабылмай тұрып, екінші каналына реклама жасаған еді. Бұл каналда 50 мың подписчик жиналыпты. Алайда бұны да тастап кеткен. Соңғы видео 1 жыл бұрын салынған екен. Каналдың тасталу себебі Расулдың жеке өміріне байланысты болған секілді. Нақты емес әрине, бұл тек менің тұжырымдамам. Келесі ютуберге жалғасайық. 3-ші орын блогер Айбек. Бұл ютубердің жоғалып кеткеніне 3 жыл болды. Яғни соңғы видеоны 3 жыл бұрын салыпты. Комментарияда кейбір адамдар ол енді жоқ деп жатыр екен. Бірақ ВК-сына көрсем бүгін кірген екен. Және кейбір адамдар ол Оралда оқып жатыр деп айтуда. Сол үшін де уайымдамасаңдар болады. Енді канал туралы айтсақ, әртүрлі бағыттағы реакция, распаковка, влог, челлендж секілді видеолар түсірген. Актив сол кездерде де қатты құлап кеткен екен. Мүмкін каналдың тасталу себебі осыдан да болар. Сонда да біз үшін өте мықты ютубердің бірі болады. Алдағы уақытта ютубқа келуі әбден мүмкін. 2-ші орын Мистер Гоха. Негізгі арнасында 300 мыңнан аса подписчик болған. Алайда канал банға кетті. Ол ютубына түрлі челлендждер орындап, контентке ақшаны аямайтын. Шынымен қазір кейбір челлендж түсіретін ютуберлерге қарағанда Мистер Гоха көп еңбек кетті. Бірақ просмотр жағынан аз болды. Жалпы өз өмірі туралы айтсам, ол тек ютубер емес, актер, видеомонтажер. Мейрам киностудиясында әртүрлі киноға түскен. Мүмкін білмеген боларсың. Қазіргі таңда Шымкент қаласында тұрады. Соңғы рет Беканың влогында менде әзірше ютубқа оралатын желание жоқ деп айтқан еді. Бөлек әңгіме, общем, ютубқа қайта оралуға пока желание жоқ. TikTokқа өтсіңдер шығарып әрине, үлкен аудиторияны жоғалту өте қиын, қаншама еңбек десенші. Енді Гохадан ютубқа қайта оралуын күтеміз. 1-ші орын Қиғашбек. Қазір сендерде сұрақ болуы мүмкін, неге Қиғашбекті қостың деп. Себебі Қиғашбек Free Fire'ды тастады және актив жағынан да құлады. Мүмкін оралатында болар, бірақ ол жақында оралмайтыны анық. ютубқа келгеннің өзінде бұрынғыдай видеолар түсірмейді. Уже соңғы видеосына 2 ай болыпты. Бірақ осыншама аудиториясы бар каналды тастау ақмақтық. Алайда сенің құлшынысың болмаса, ол 1 тиынға да керек емес болып қалады. ВК-ға соңғы рет 17-сі кірген екен. Ал Инстаграмға салған постына уже 7 ай болыпты. Сол үшін де мен Қиғашбекті осы топқа қостым. Қазір комментарийда хейт етіп жүрмеңдер. Міне, видеода аяқталды. Сендермен болған топ тайм сарнасы. Келесі кездескенше.